Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге құйрық майдың пайдасы туралы айтатын боламын. Сіз бен мен білмейтін көптеген қасиеттерін және де құйрық майдың қандай ауруларға қалай қолдану керектігін толықтай айтып беретін боламын. Құйрық майды кейбіреуіміз ажырата алмай жатамыз. Бұл жерде пеленка тәрізді тақтайдағы май бұл іш май, ал құйрық май кесектей, яғни бір тұтас болып келеді. Жаздай құнарлы жерде жайылған қой барлық дәрумендерді құйрығында жинайды екен. Шөп таусылған қыстың аязды күндерінде, яғни қыс мезгілінде қой осы қажетті дәрумендерді өз құйрығынан алатын болған. Қатты жөтел кезінде және де аяқ-қол қақсаған кезде құйрық май таптырмас ем. Құйрық майды ерітіп аламыз. Емдік қасиетін сақтау үшін оның тұздалмаған болуы тиіс. Ет тартқышпен өткізіп, немесе ет тартқыш болмаса, дәл осылай етіп ұсақтап турап аламыз. Турап дайындап алған майды қатты отта, құрғақ ыдыста ерітеміз. Қатты суық тиген кезде құйрық майды ерітіп, оны ыстықтай денемізге жақсақ, суықты бірден алады. Майды қыздырған кезде оның сұйығы бөлініп, кесектері екіге бөлініп қалады. Дәл осы кезде оттың астын басып, майды сүзгімен арнайы ыдысқа сүзіп аламыз. Май өте ыстық болғандықтан шыны ыдысқа сүзгеніміз дұрыс. Майды сүзіп алғаннан кейін оның суығанын тосып, тоңазытқышта сақтаймыз. Жөтел көбейіп басылмай тұрса, майды ерітіп, жылы күйінде дәл осылай сұйықтай қабылдасаңыз, жөтеліңіз бірден қайтады. Суық өтіп, аяқ-қол қақсаған кезде де құйрық май таптырмас ем. Ол үшін кесектей майды алып, жіңішкелеп осылай тураймыз. Жіңішкелеп турағаннан кейін, осы майдың үстіне аздап қара бұрыш себеміз. Бұрышты барлық жеріне жеткізіп сеуіп, оны пищевая пленканың үстіне саламыз. Дайын болған майды аяғыңызға, табаныңызға немесе тізеңізге, қақсаған жеріңізге орау үшін оның астына арнайы орамал саламыз. Майдың бетін ашып, тізеңізге немесе қақсаған жеріңізге жатар уақыт аралығында орап қоясыз. Таңертең немесе азанда алып тастайсыз. Дәл осы әдісті 2 апта пайдалансаңыз, қақсаған жеріңіз кетіп, ауруынан мүлдем айығады. Құйрық майдың тағы бір емдік қасиеті, күнделікті жарты шай қасықтан ыстық сүтке салып ерітіп ішсеңіз, жөтеліңіз бірден қайтады. Жалпы осы әдістерді өзіме және де балаларыма қолданамын. Ал сіз болсаңыз құйрық майдың қандай әдіс тәсілдерін пайдаланып қолданасыз? Өз әдісіңізді төмендегі комментарий бөліміне жазып қалдыра отырыңыз. Достар, алдағы уақытта менің каналыма осындай көптеген әдіс тәсілдер, яғни пайдалы кеңестер мен рецепттер салынады. Сол себепті каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.